Сәлем достар. Бүгін біз қарапайым бірақ ғажайып өнертабыс қыздыру шамдары туралы сөйлесеміз. Олардың тарихы, қалай жасалатыны, қалай жұмыс істейтіні және қазіргі заманда қолданылуы туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Ендеше кеттік. Қыздыру шамдарының тарихы 19 ғасырдың басында басталады. Бірақ нағыз төңкеріс 1879 жылы Томас Эдисон алғашқы коммерциялық табысты электр шамын ойлап тапқанда болды. Эдисонның өнертабысы электр энергиясын жарыққа айналдырудың тиімді әрі қолжетімді әдісін ұсынды. Бұл жаңалық әлемді мәңгіге өзгертті. 1880 жылдары Эдисон мен оның командасы шамды жетілдіріп, оның ұзақ уақыт жануын қамтамасыз ететін көмір жібін пайдаланды. Осылайша қыздыру шамдары бүкіл әлемге таралды. Қыздыру шамын жасау процесі қарапайым, бірақ дәлдікті талап етеді. Бірінші кезекте вольфрам жіп дайындалады. Вольфрам жоғарғы температураға төзімді металл. Бұл жіп шамның ортасында орналасады. Сосын бұл жіп әйнек қаптамамен қоршалады. Бұл шамның ішіндегі вакуумды немесе инертті газды ұстап тұру үшін қажет. Әйнек қаптама шамның негізінде бекітіліп, ол өз кезегінде шамды патронға қосуға мүмкіндік береді. Қосылған кезде электр тоғы вольфрам жібі арқылы өтеді. Оны қыздырып, жарық шығарады. Қыздыру шамдарының жұмысы қарапайым физика принциптеріне негізделген. Электр тоғы вольфрам жібі арқылы өтеді. Бұл процесс жіпті қатты қыздырып, жарық шығарады. Жіптің температурасы 2500-3000 градус Цельсийге дейін жетуі мүмкін. Жіп неғұрлым ыстық болса, соғұрлым жарық шығарылады. Әйнек қаптама вакуум немесе инертті газ арқылы жіптің тотығуын болдырмайды. Қазіргі заманда қыздыру шамдары көп жерлерде қолданылмайды, бірақ олар әлі де белгілі бір жағдайларда танымал. Оларды әдетте үйдегі жұмсақ немесе жылу жарық үшін қолданады. Қыздыру шамдары театрларда, фотостудияларда және кейбір арнайы қолданбаларда әлі де пайдаланылады. Бұл шамдардың жарығы көзге жағымды, сондықтан оларды кейбір адамдар әлі де үйде қолдануды жөн көреді. Дегенмен олардың энергияны көп тұтынуы және қысқа мерзімді қызмет етуі оларды заманауи LED және флуоресцентті шамдармен салыстырғанда әлсіз етеді. Қорытындылай келе, қыздыру шамдары тарихы терең, жұмыс принципі қарапайым, бірақ әсері үлкен өнертабыс. Ол электр энергиясын жарыққа айналдырудың тиімді әдісін ұсынды және қазіргі заманға дейін қолданылады. Ал сіздің үйіңізде қыздыру шамдары бар ма? Пікіріңізбен бөлісіңіздер. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.